Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Біз бүгін сіздермен тест центр сайты ұсынған екінші нұсқаны қарастырамыз. Қаңтар уақытысына дейін барлық нұсқаны қарастырып сіздерге түсіндіріп беремін. Жалпы тест центр 4 нұсқа шығарған. Оның бірінші нұсқасын уже біз талдап қойған болатынбыз, иә. Сонымен бірінші сұрақ: нейтрон сандары бірдей әртүрлі химиялық элемент дейді. Бұл жағдайда оқушылар 10-шы сыныптың бірінші бөлімімен міндетті түрде танысып шығыңыздар. Бірінші бөлімнің бірінші тақырыбы химияның негізгі бөлшектер туралы айтады. Изотоптар, изотондар, нуклеидтер, изобаралар деген сияқты негізгі ұғымдар. Сонда изотондар дегеніміз нейтрон сандары бірдей элементтерді айтады, бірақ олар әртүрлі элемент. Мысал ретінде магний мен натрийді алуға болады. Натрийдің реттік нөмірі 11, массасы 23. Магнийдің реттік нөмірі 12, массасы 24. Біз оның протондар санын табамыз: 12 протон, 12 нейтрон және 12 электрон болады. Өйткені протон мен электрон саны реттік нөміріне тең, ал атом массасынан реттік нөмірін алып тастасаң, нейтрон саны шығады. Оны жақсы білесіңдер деген ойдамын. Сонда 11 протон, 23-тен 12-ні алып тастаймыз, 12 нейтрон және 11 не болады? Электрон болады. Сонда бізде нейтрон сандары бірдей бөлшектерді біз не деп айтады екенбіз? Изотондар деп айтады екенбіз, иә? Бұл сіздерге түсінікті деген ойдамын. Одан ары созып жатпай қояйық. Әрі қарай кеттік. Номер екінші сұрақ: сыртқы электрондық қабатында 5 электрон бар элементтер дейді. Бұл әрине 5-ші топтың қай тобында орналасу керек? 5-ші топтың А тобында орналасу керек. Яғни қосымша топқа кетіп қалмаңдар оқушылар, Б тобына. Сондықтан әңгіме әрине не туралы? Фосфор және азот туралы. Иә, фосфор және азот туралы. Үшінші: сулы ерітіндісінің электролизі кезінде катодта тек металл түзілетін қосылыс дейді. Оқушылар, біз жалпы мынаған назар аударуымыз керек. Бізде металдардың активтілік қатары бар, иә? Металдардың активтілік қатарына назар аударсаңыздар, металдарды біз активтілігі бойынша 3-ке жіктейміз. Қандай? Күшті, орташа және әлсіз. Енді осы жерде катодтық ережені еске түсіріп кетейік. Катод ережесі деп жазып қояйық. Катод ережесі. Енді қараңдар, егер металдың активтілігі жоғары болатын болса, бізде катодта не түзілетінін анықтаймыз. Егер металдың активтілігі жоғары болатын болса, металл активті болатын болса, давайте толық жазайықшы, чтобы сендерге түсінікті болу үшін. Металдың активтілігі бірінші жоғары болса, активтілігі жоғары болса, бізде катодта әрқашан не түзіледі? Сутек түзіледі. Ал егерде активтілігі орташа болса, катодта бізде не түзіледі? Сутегі және металл түзіледі. Яғни, мысалы, активтілігі орташа болса, мысалы, қандай металл болады? Қорғасын мен сутек қатар түзіледі деген сөз, иә? Үшінші, активтілігі төмен болса, енді логично, катодта тек қана енді не түзіледі? Металдың өзі түзіледі. Сондықтан да бізде қалайы активтілігі қандай металл? Орташа металл. Сондықтан да қалайының жағдайында катодта сутекпен не түзіледі? Қалай түзіледі? Мырышта активтілігі орташа, сондықтан мырышпен сутек түзіледі. Күмістің активтілігі төмен, сондықтан мында күміс түзіледі. Кальцийдің активтілігі жоғары, сондықтан мында катодта не түзіледі? Сутек түзіледі. Оқушылар, түсінікті ма катодтың ережесі? Я түсінікті. Сондықтан бізде дұрыс жауабымыз әрине қай нұсқасы болады? С нұсқасы болады. Бізде тек қана не түзілу керек? Металл түзілу керек. Әрі қарай кеттік. Номері 4-ші сұрақ: СО газының концентрациясын арттырғанда тепе-теңдік сол жаққа қарай ығысу керек дейді. Енді қараңдар, бізде СО газының концентрациясын арттырғанда тепе-теңдік солға қарай ығысу керек. Енді қараңдар, СО мына жақта не? Мына жағында тұр. Мынада да СО мына жағында тұр. Мынада вообще СО жоқ. Сондықтан бұны сызып тастаймыз. Мынада СО қай жағында тұр? Сол жағында тұр. Түсінікті, біз стрелканың оң жағы және сол жағы деп екіге бөлеміз. Енді СО мына жақта тұр. Сондықтан СО мына жақта жоғары болады, а мына жақта не болады? Төмен болады. А бізге СО-ны қаяққа не істе деп тұр? Концентрациясын арттыр деп тұр. Значит, мыналарды сызып тастаймыз. Сонда тепе-теңдік қаққа қарай ығысады?
оңға қарай ығысады. Ал бізде мынада СО жоғары, мынада төмен. Сондықтан да мына жақты сызып тастасақ, тепе теңдік қаққа қарай ығысады? Солға қарай ығысады. Сондықтан дұрыс жауабымыз не болады? Д болады. Түсіндіңдер ма? иә. Точно ма? Д болады, иә дейді. Жақсы. Әрі қарай кеттік. Номер 5-ші сұрақ. Мырыш хлор 2-дегі ерітіндісінде лакмустың түсі дейді. Енді қараңдар, бізде лакмус қышқылдық ортада қандай болады? Орта бізде қышқылдық, бейтарап және қандай болады? Негіздік. Негіздік. Енді қышқылдық ортада лакмустың түсі қандай болады, оқушылар? Қызыл болады, иә? Ал бейтарап ортада күлгін болады. Ал негіздік ортада Көк. көк болады. Көк болады. Көк болады. Енді қараңдар, егер есептің шартында тұз берілсе, қышқылдық ортаны көрсету үшін катион бізде әлсіз болу керек. Анион не болу керек? Күшті болу керек. Күшті. Ал күлгін бейтарап ортада катион да, анион да не болу керек? Либо екеуі де Күшті. екеуі де не болу керек? Әлсіз күшті. Екеуі де күшті болу керек. Немесе үшінші жағдай просто не болу керек? Тұнба болу керек. Осы үш жағдай. Ал сілтілік ортада катион не болады енді керісінше? Күшті. Анионымыз әлсіз. Әлсіз. Енді катионның күшті немесе әлсіз екенін қайдан білеміз? OH пен қиысқан жерін қараймыз. OH пен қиысқан жерінде ерімейді деп тұрса, ол әлсіз. Мырышты тауып аламыз ерікшіс кестеден, мырыш пен OH-тың қиысқан жерін қараймыз. Әрине мырыш гидроксиді ол не? Ерімейді. Сондықтан да біздің жағдайымызда мырышымыз әлсіз. Ал оттексіз қалдықтар бізде бесеу. Хлорид, бромид, ионид, сульфид және фторид. Сульфид пен фторид әлсіз. Қалған хлорид, бромид, ионид бұл үшеуі не болады? Күшті болады. Хлорымыз біздің не болады? Күшті болады. Мырыш әлсіз, хлор, катион әлсіз, анион күшті болса, бізде ол қандай Қызыл. Қызыл. қышқылдық ортаны. Лакмустың түсі дұрыс айтасыңдар, қандай болады екен? Қызыл болады. Қызыл. Түсіндіңдер ғой? Иә, ағай. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жоқ. Сыртқы қабатында 4 электрон бар металл дейді. Бұл жағдайда оқушылар шатасып кетіп, қуанып кетіп, әрине кремнийді белгілеп қоюға болмайды. Өйткені кремний металлға не істемейді? Жатпайды. Бізде дұрыс жауап әрине не? Қалай? Көбіне оқушылар былай ғой, қайда асығатындарын білмеймін, бірақ ұбт-да всегда оқушылар асығып отырады, сол күні ұбт-дан басқа бір важный тірлігі бар сияқты. Сыртқы қабаттағы 4 электрон болатын дейді, болатынға дейін оқиды. Металл дегенді оқуға кісілігі жібермей қалады кейбіреулер. Сондықтан да сұрақтардың бәрін до конца оқыңдар. Сол кезде мұқият ұбт-дан 45 плюс жинау үшін химиядан тек қана химияны біле беру жеткіліксіз, мұқият болу керек. Түсінікті ғой? Дальше. Күйдірілген магнезия, магнезит сөндірілмеген әк дейді. ұбт папкасының ішінде оқушылар осы нелер бар. Маңызды минералдардың аттары бар. Бұны жаттаңдар, өйткені ұбт-да бұлардың барлығы келеді. Бізде, давайте біз точно білеміз сөндірілмеген әк, ол кальций оксид екен, сондықтан мынаны сызып тастауымызға болады. Күйдірілген магнезия, магнезит дейді. Енді күйдірілген магнезия деп отырғанымыз бұл әрине магний не? Оксиді. Ал магнезит деп отырғанымыз жаңылмасам бұл нені білдіреді? Магний карбонатын білдіреді. Сондықтан дұрыс жауабымыз әрине А нұсқасы болады. Сұрақ бар ма, оқушылар? Жоқ, ай. Дұрыс жауабы Д дейді. Ненікі Д деп отыр екен бұл? Шатасып кеткен шығар, ағай, может. Дұрыс жауап А дейді. Жақсы. Давайте дальше. Көміртектің тотығу дәрежесі -4 болатын. Оқушылар қараңдар. Обычно элементтің тотығу дәрежесі минус болатын элементтер соңында орналасады. Сонда қайсында көміртек соңындаdır? Алюминий карбидінде. Алюминий карбидінде дұрыс айтады. Сондықтан дұрыс жауап әрине А нұсқасы. Бұған баста ортудың қажет жоқ деп. Дальше. Концентр азот қышқылына тән қасиет. Қыздырғанда айырылмайды, жарық әсерінен айырылады, тотықсыздандырғыш, барлық металдармен әрекеттеседі. Әрине, барлық металдармен әрекеттеседі деген өтірік. Өйткені ол алтын сияқты активті және хром не сияқты металдармен не істемейді? Темір, алюминиймен әрекеттеспейді. Тотықсыздандырғыш дұрыс емес.
Азот тек қана тотықтырғыш қасиет көрсетеді. Жарық әсерінен не істейді бұл? Айырылады. Қыздырғанда айырылмайды деген тоже өтірік. Дұрыс жауап әрине Б болады. Жақсы. Номері 10-шы сұрақ. Төгілген сынапты күкіртпен залалсыздандыру процесі дейді. Сынапты негізі меркурий деп айтады, иә. Сондықтан бұл не? Д деген демеркуризация деген сынапты не істеу деген сөз оқушылар? Алып кету, залалсыздандыру деген сөз. Түсінікті ғой? Иә. Келесі, темір 2 хлориді түзілетін реакция. Енді оқушылар естеріңде болсын. Егер темір бізде өздерің жақсы білесіңдер, ерігіштік кестеге қарасаңдар қандай тотығу дәрежесін көрсетеді? +2 және +3. Егер темірге жай затты қоссаңдар, темір +3-ті көрсетеді. Ал егер күрделі затты қоссаңдар, ол көбіне +2-ні көрсетеді. Бұл жағдайда мен жалпылама айтып жатырмын. Бірақ күрделі заттар тотықтырғыш қасиет көрсетпеу керек, күшті тотықтырғыш болмау керек. Түсінікті ғой? Мысалы, HNO3-ті қосса, темір 3-ін көрсете береді. Бірақ көпшілік жағдайда қарапайым ретінде күрделі зат дегенге біз айта аламыз. Қышқылдар, қышқыл түсіндіріп жазып кетейік, ертең түсінбей қалмас үшін. Тұздар және жатқызамыз бұған суды, H2O. Сонда қараңдар, темір мынау хлор неге жатады? Жай затқа жатады. Сондықтан бұл жағдайда темір нешесін көрсетеді өзінің? 1 хлор 3 ағай. 3-ін көрсетеді. Сондықтан да А жауабын сызып тастаймыз. Б жауабы да кең. Сонда дұрыс жауабымыз қайсысы? Д. Да. Өйткені мында уже темірдікі 3 болып тұр. А бізге нешесі керек? 2. 2. Сондықтан дұрыс жауабымыз әрине Д нұсқасы болады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Келесі, ауыспалы металдар дейді. Енді мынау детский есебе. Ауыспалы металдар деген қандай түспен боялған деген сөз? Көк түспен, кальций жатпайды мына жерден. Мына жерден не жатпайды? Стронций жатпайды. Мына жерден магний жатпайды. Сонда дұрыс жауабымыз не болады? Б жауабы болады. Осылай точно жатпайтындар сызып тастасаңдар, біреуі белый ворона болып, ақ ворона ма, қазақша ақ қарға ма, сондай болып тұрады, ерекше. Келесі, кумулденген дейін дейді. Оқушылар, мынау нағыз ұбт-да былтыр келді. 10-шы сыныпта алкадиендер деген тақырып бар. Осыны жақсылап оқыңдар. Менен сендерге қысқаша көрсетіп кетейін. Біз мынандай көмірсутекті алайық. 3, 4, 5, давайте 6. Мында бірінші аттарын атап шығайық, тез-тез. H2, H. Сутек түгелдеу білесіңдер ғой, бұны бұл жерде үйретіп жатпай қояйық. Давайте біз былайына тез-тез түгелдедік. Енді мынаны атайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 көміртек болса, бұл не деп айтамыз? Гекса, иә? Гексаден ағай. Дұрыс айтасыңдар. Бұл гексадиен деп аталады. Және нөмірлейміз 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1-ден кейін және неден кейін тұр? 5-ден кейін тұр. 5. Гексадиен. Енді назар аударыңдар. Мына жерде бізде қос байланыс біріншінде және нешіншінде? 5-шінде тұр. 5-шінде. Арлары слишком алшақ. Сондықтан біз бұндайларды айтамыз оқшауланған деп. Оқшауланған. Бізде қазақта оқшаулады дейміз ғой, алшақ қалып кетті деген сөз ғой. По крайней мере, өзім солай түсінемін. Оқшауланған. Иә, ағай. Екінші тағы біреуін салайық. С қос байланыс, С қос байланыс, С. 6 болды ғой. H3, H2, H и H2. Мынаны біз не деп айтамыз? Мынаны атаймыз біз гекса Ден. 1-3. Ден дұрыс айтасыңдар, 1-3 деп айтамыз. Арасында тек қана бір сан болса, бұл бізде қосарланған деп. Түсінікті ғой? Қосарланған деп. Дальше енді соңғысы H2, С қос байланыс, С қос байланыс, CH. CH, CH2, CH2, CH3. Мынауымыз не болады? Гекса дейін 1-2 болады. Бұл бізде не деп аталады? Кумулденген деп. Дұрыс айтады. В общем, жазылу қиын сөз екен. Кумулденген. Түсінікті ғой? Иә, түсінікті. Түсінікті. Кумулденген болады. Яғни кумулденген деген сөз бір көміртектен қос байланыс шығып тұру керек. 2 қос байланыста бір көміртектен шығып тұру керек. Енді қараңдар,
Бізде дұрыс жауабымыз қайсысы болады? Пропаден. Пропаден болады, дұрыс айтады. Пропаден. Неге именно 1-2 деп жазбаған? Өйткені пропаденді қалай салсаң да, ортасындағы көміртектен неше байланыс шығып тұрады? 2 қос байланыс шығып тұрады. Сондықтан мынау бізде не болып тұрады? Кумулденген болып тұрады. Түсінікті ма? Иә. түсінікті. Түсінікті. Сондықтан дұрыс жауабымыз әрине Д болады. Және оқушылар, назар аударыңдар, біз гибридтелу түрінде тез-тез еске түсіріп шығайық, тез-тез айтып шығайық. Мынаның гибридтелу түрі қандай болады? Қандай түс алсам екен? Егер қос байланыс болса, мынаның қос байланысы тұр ғой мына жерде. Оныкі гибридтелу түрі қандай болады? SP2. болады, иә? Мынаның SP2. Мынада бәрі дара байланыс. Сондықтан не болады? SP3. SP3. Мынада да дара байланысы SP3. SP3. Мынада бір жағынан қос байланыс шығып тұр SP2. Хотя бы бір жағынан қос байланыс шығып тұрса, ол SP2, иә? Мынауда не болады? SP2. Мынауымыз қандай болады? SP2. SP2 мынауымыз. SP3. SP2, иә? Өйткені мына жағынан Бір қос байланыс шығып тұр, иә. Мынауымыз SP2. SP2. мынауымыз. SP2. Мынауымыз. SP3. SP3 мынауымыз. SP3. Өйткені бар жағынан дара байланыс шығып тұр, иә? Мынауымыз. SP2. SP2. SP2 мынауымыз. SP3. SP2. SP. SP1. Народ, мынау Иә. естеріңе сақтап алыңдар. Егер бір қос көміртектен 2 қос байланыс шығып тұрса, ол SP болады. Мен әдейі соны көрсету үшін сендерге жазып көрсетіп жатырмын. Жақсы? SP, мынауымыз SP2, SP2. 2. SP3, SP3. SP3, Үш болады. SP3. түсіндіңдер ме? Иә, түсінікті. Иә, ғай түсінікті. Түсінікті, жақсы. Әрі қарай номер 14-ші сұрақ. Спирттердің жоғары температурада дегидратациялану кезінде түзілетін қосылыс. Помните, біз өткенде Алкендер. төменгі температураны сұрағанбыз дейді, не? Енді бұл жоғары температураны сұрап тұр. Бізде давайте тез-тез еске түсіріп кетейік. Енді мен толық жазып жатпай ақ қояйын, бірінші нұсқаны қарайсыңдар деген үміттемін. Сондықтан да толық жазбай ақ қояйық. Бірінші, төмен температурада бізде не шығады? Жай эфир шықты. Эфир. Дұрыс айтасыңдар. Жай эфир шығады. Ал жоғарыда Алкен. Жоғарыда күрделі. дұрыс Күрделі ма? айтасың, алкен шығады. Ал егер бізде алюминий 2O3 және мырыш оксиді температура 425 градус десе, біз не айтамыз? Ол кезде бізде не шығады? Алкен. Алкаден шығады. Алкаден. Нақтырақ айтқанда бізде не шығады? Бутаден 1,3. Бутаден 1,3. Біз бұны синтетикалық каучук деп айттық, синтетикалық каучук. Сондықтан жауабымыз әрине не болады? Алкен болады. Нақтырақ айтқанда естеріңде болса, мына жерде Т не деп айттық? 100 қанша еді? 140 градус. 140. 140 градустан төмен, а мына жерде температура 140 градустан не болады? Жоғары болады. Жоғары. Катализатор ретінде не қатысады дедік? H2SO4 концентрлі деп айтқанбыз, иә? Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Сондықтан жоқ. оқушылар, сендерге тағы да қайталап айтамын. Химияда просто так нұсқалар талдаған кезде жай ғана бір А, 2, Б, 3С деп жаттап алу керек жоқ биологияда. Мысалы, биологияда сендерде құмырсқаның аяғын сұрауы мүмкін, құмырсқаның аяғы өзгермейді. Ал бірақ химияда вариациялар, варианттар өте көп, комбинациялар. Сондықтан да сендер бұлардың артында жатқан тақырыпты түсінулерің керек. Сол тақырыпты оқып алсаңдар, примерно бір 70-80 тақырып бар ғой, соны жақсылап түсініп алсаңдар, химиядан еш қиындықсыз 40 плюс жинауға болады. Жақсы, әрі қарай кеттік. Не дейді мынау? Затының атауы дейді. Давайте біз бұны асарлатып атап көрейік. Мында көміртектің саны 1, 2, 3, 4, бізде сонымен нумерация қай жақта көміртек бар? Амин тобы бар, сол жаққа жақыннан бастаймыз, 2, 3, 4. Сонда бізде 3-те не бар? Амин тобы ма? 3-те бізде амин бар. 3-те амин, 2 метил, 3 амин бутан дейді. 2 амин, 3 метил бутан болады. Негізі дұрыс айтады. 2 амин, 3 метил бутан. 3 метил бутан. Ағай, анау тағы да бір көміртек тұр, осыны санамаймыз, а? Қайсы? Мынау ма? Иә. Давайте, народ, сендерге түсінікті болу үшін мен мына жерге қайттан ерінбей жазайын. С, CH, мында CH3, міне мынау. Радикал. Сосын CH, Болды, болды. мынау NH2, CH3 бар. Солаймыз ба?
Енді қараңдар, Төрт, давайте біз үш. методом отбор жасайық. Бізде точно қайсысы бола алмайды? Екі амин пентан точно бола алмайды. Солай емес пе? Иә, Болмайды. төртеу тұр. Бола алмайды. Диметил, Диметил пропил. пропил, Жоқ, амин бұл да деген бола не? алмайды. Қараңдар, болмайды, да болмайды. диметил, мынау Да жоқ, бұл да бола алмайды. 100% бола алмайды. Мгм. Екі амин, үш метил, бутан. Бутан. Қараңдар, Өзгеріп тұр аға, бір, екі, үш, төрт. Бізде екіде не бар? Не? Амин. Амин бар, дұрыс айтасыңдар. Үште Екіде метил бар и амин бар, бутан. үште бутан бар. Народ, егер де радикалдардың саны бірнешеу болса, ол кезде Мгм. алфавиттік ретпен айтамыз. Алфавитте қайсысы бірінші тұр? А ма әлде Б ма? А. А. Сондықтан да біз көрдіңдер ма? Екі амин, үш метил, бутан деп айтамыз. Түсіндіңдер ме? Бутан. Мгм. Аха. Яғни түсікті. Сондықтан да бізде Б, екі метил, үш амин, бутан деген вариант атпадайды. Түсінікті ғой? Иә, ағай, түсінікті. Иә. Келесі. Торлы құрылымды полимер дейді. Оқушылар, міндетті түрде ұбт-да осыған байланысты сұрақтар міндетті түрде келеді. Сондықтан да бұл нұсқаны қарап болғаннан кейін міндетті түрде жай ғана мынау екен ғой деп қарамай, біз қандай тақырыпты ашуымыз керек? Полимерлену. 11-ші Полимер. сыныптың, давайте мен қазір 11-ші сыныптың кітабын тез қарап жіберейін. Полимерлер 111-ші бет. Міне, мынау көрініп тұр ма сендерге? Яғай көрініп тұр. Екінші бөлім ба, ағай? Жазулар сәл пәл ғана көрінбей тұр, былай көрініп тұр. Жоқ, бірақ суреттер көріп тұрсыңдар ғой? Иә, Иә, иә. иә. Иә, суреттерді көріп тұрсыңдар. Сонда көрдіңдер ма? Былай жазылып тұр: сызықтық, тармақталған және кеңістікті деп. Мына жерлердегі сол нелерді жалпы жаттап алмасаңдар, просто бұл сұраққа жауап беру не? Мүмкін емес просто. Сондықтан да мына жерде барлығының үшке бөлінетіні не қылған. Соны жақсылап просто жаттап алу қажет. Сұрақ бар ма? Давайте енді мынаның жауабын тауып көрейік. Кім не қылды? Народ, кім тапты? Формальдегид ба? Фенол формальдегид. Вулканизацияланған көк сағыз болу керек негізі. Дұрыс жауабы, мынаны қарасаңдар, мына үш сурет тұр ғой. Мынада прямо жазылып тұр: вулканизацияланған көксағыз деп. Сонда Көк сағыз болады табиғи. ұбт-ға дайындалған кезде мыналардың барлығына да назар аударыңдар. Өйткені соның ішінен бір сұрақ келе салады, оның ешқандай несі жоқ. Логикасы жоқ. Мында вулканизацияланған көксағыз деген вариантты мен көріп тұрған жоқ. Мына жерде жоқ ондай. Ағай с емес болса? А ғой. Қазір қараңдар. Фенол формальдегид. Мында былай сөйлеммен жазылып тұр, оқушылар, назар аударыңдар. Торлы полимерлерге әртүрлі көміртек атомдары бір-бірімен тігілген іспеттес заттың молекуласы өте үлкен болады дейді. Мысалы ретінде фенол формальдегид шайырын алуға болады дейді. Көрдіңдер ме? Бір сөйлемнен бір сұрақ шығара салады. Сонда фенол формальдегид шығады. Түсінікті ғой? Сондықтан менде анау сендерге қазір не көрініп тұр? Оқушылар. Ағай, көрініп тұр. ұбт папкасы деген көрініп тұр ма? Жоқ. Жоқ. Папкалар ештеңе көрініп тұрған жоқ па? Ені көрінді. Көрініп тұр. Мысалы, Көрініп тұрса да ағай. ұбт папкасының ішінде нұсқалар бар ғой. Мысалы, біз үшінші нұсқаны ашайық. Химиядан үшінші нұсқа. Үшінші нұсқаны қарайтын болсаңдар, міне, мынау үшінші нұсқаның есептері. Полностью сұрақтары, жауаптары өздерің белгіледіңдер. Бір А, 2Б сәйкестендіру тесттерін бәрін орындадыңдар, е? Міне мынандай құрылымдық формулаларын бәрін орындадыңдар. Сосын мысалы, енді ренжімес, мысалы ретінде біз Мирасты ала берейік, мысалға. Мысалы, Мирас мынаны тестті полный орындады. Сосын әрине түсінбеген сұрақтар болады. Сосын барып уже Мирас жауаптарын қарамай неге қарау керек? Мынау буглукқа қарау керек. Мынау көрініп тұр ма буглук? Иә, көрініп тұр. Буглук деген как раз
номері мысалы сен бірінші сұрақтан қиналсаң, бұл қандай тақырыпты оқы деп тұр саған. Амендер тақырыбын оқы. Бұл тест-центрдің Амендер. 16-шы тақырыбына сәйкес келеді. Тест-центрдің 16-шы тақырыбы деген не, народ? Сендердің негізгі мақсаттарың енді бұл жерде жай ғана бір А2Б деп нұсқаның жауабын білу емес, сендер қалай дұрыс дайындалу керек, соны білу ғой. Сондықтан мынау тест-центрдің биыл ұсынған спецификасы. Яғни ол дегеніміз не? Нағыз ұбт-да қандай сұрақтар келеді? Сол қандай тақырыптар бойынша? Солардың тізімі міне. Жаңа естерінде болса, бірінші сұрақты қарайықшы. Номері бірінші сұрақты. Міне, мынау тест-центрдің сұрағы ашылып тұр ғой. Иә, ағай. Сонда міне ашып тұр. нейтрон сандары бірдей әртүрлі химиялық элемент деген, ол міне мынау тақырып. Заттардың бөлшектері, атом құрамы және Атом құрылысы құрылысы. деген тақырыпқа сәйкес келеді. Енді екінші сұрақты қарайық. Сыртқы электрон қабатында 5 электрон бар дейді. Бұл химиялық элементтердің периодтық кестесі. Яғни біз сыртқы қабатында электрондар санын периодтық кестеге қарап айта аламыз, иә. Одан кейін номер 3-ші сұрақ. Сулы ерітіндісінің электролизі. Міне көрдіңдер ма? Тотығы тотықсыздану электролиз. Көрдіңдер ма? Қандай тақырыптар келетін уже тест-центр сендерге бәрін жазып қойған. Просто осы тақырыптардың қандай есептің түрлері келетін, мен өткенде тізімін әдемілеп жазып жібердім, иә. Солардың барлығын сендерге не істеу керек? Жақсылап білу керек. Соларды үйреніп алсаңдар, сосын ұбт-да не келеді деп бүйтіп қолдарың қалтырап жүрмейді. Точно уже тақырыптардың тізімі бар. Одан кейін сендер міне мынау, мысалы Мирас номері 6-шы нұсқаның тесттерін орындады ғой, мына жердегі тесттерді. Бұның барлығы сол ұбт-ның стандартына сәйкес жасалған. Мысалы контексті или мынау тестті орындады. Мысалы номер 18-ші сұрақ. Алдегид пен кетондардың спирт алуда қолданылатын металл реактиві дейді. Номер 18-ші сұрақ. Әрине бұны жаттап алмасаң білмейсің. Солай емес пе? Енді 18-ші сұрақты қараңдар. Алдегидтер мен кетондар деген тақырып 11-ші сыныптың нешінші параграфын қара дейді. 5-ші параграфын қара дейді. Сендерге түсінікті болу үшін мен бәрін көрсетіп жатырмын. Давайте енді 11-ші сыныптың 5-ші несін көрейік. 11-ші сынып, 1-ші бөлім, 5-ші параграфты қарайық. Сендерге кітап көрінді ма 10-ші сыныптың? Иә, ағай, көрініп тұр. Енді оқушылар, мынау менде электрондық варианты болғандықтан, бұнда параграфтер сәйкес келмейді. Өйткені сендердің қағаз варианттарың дәл сонымен сәйкес келеді. Өйткені мұнда цикл нелер алынып тасталған. Давайте енді соның жауабын іздеп көрейік. Не қосу деді жаңа сұрақты, кім есінде? Сұрақ есімде қалған жоқ. Алдегидтер кетондардың спирт алуда қолданылатын реактив дейді. Давайте алдегидтер мен кетондардан спирт алу. Бірінші алдегидтер мен кетондардың химиялық қасиетіне көшейік. Міне, көрдіңдер ма? Міне мынау сұрақ. Мынауымыз алдегид. Көрініп тұр ма оқушылар сендерге? Көрініп тұр ағай. Иә, ағай, анық көрініп тұр. Мынау алдегид. Алдегидтен спирт алу үшін оған қандай катализатор қолданылады екен? Никель. Көрдіңдер ма? Сонда сендерге оны іздеп, қай жағынан іздеу керек деп жатпайсыңдар. Мынау ұбт-ның буглук деген как раз соған арналған. Сонда 30 нұсқаның барлығының осындай буглуктарын, 30 нұсқаны жақсылап өздерің тапсырып, мынау буглугі арқылы, қаяқта жаңа буглугымыз, мынау буглугі арқылы толық танысып шықсаңдар 30 нұсқаны. Ол кезде еш қиындықсыз 40+ге дейін жетуге болады. Прямо кітаптың қай бетінен нені қарау керек, бәрі бүкіл металл өндіру, бүкіл тақырыптар бойынша жасалған. Сондықтан да нұсқаның, именно нұсқа талдау кезінде буглуктарға мұқият назар аударыңдар. Яғни буглук деген кітаппен жұмыс жасау ғой. Түсінікті ма? Сол кезде бәрі естерінде қалады. Солай ғана нәтижелеріңді жақсартуға болады. Жай ғана биология сияқты бір А2Б 3С деп жаттап алып химиядан нұсқа талдау, ол самый бесполезный нәрсе. Просто уақыттарыңды өлтіресіңдер болды. Ал ол сұрақ ұбт-да дәл сол қайталанып келеді деп үміттену, ол деген сөз Иә. не дейді? Жаңағыдай қараңғыда ине іздегенмен бірдей деген сияқты ғой. Ал дәл сол тақырып ол қайталанып келеді. Түсінікті ғой? Өйткені қарап тұрсаңдар, міне, мынау тақырыптардың тізімі көрініп тұр ма сендерге? Иә, ағай, көрініп тұр. Міне, 20 ғана тақырып бар, 20 бағыт бойынша. Соны меңгеріп алсаңдар болды ғой. 20 бағыт бойынша. Енді тақырып деуге келмес, тарау бар. Сол 20 тарауды меңгеріп алсаңдар болды. Сондықтан оқушылар ұбт-ға дұрыс дайындалу керек, дұрыс бағытпен дайындалу керек. Әйтеуір ананы оқысам, мынаны оқысам, әйтеуір кеп қалар деу болмайды. Өйткені нақты тізімі бар, не келеді. Соны үйреніп алсаңдар болды. Сөйтіп практика, и сосын 45+-ның ауылы алыс болмайды. Жақсы, біз енді сұраққа келейік. Түсіндіңдер ғой, да, буглук ұбт папкасындағы буглуктармен бәрімен қалай жұмыс істеу керек? Иә, ағай, түсінікті. Жақсы, номері 17-ші сұрақ.
былай дейді. Көміртек екі оксидінің жану реакциясы кезінде бастапқы оксидтің концентрациясын 3 есе арттырғанда реакцияның жылдамдығының өзгерісі дейді. Енді көміртек екі оксиді деп отырғанымыз, әрине бұл бізде не? СО, екінші топқа қара деп тұр. Екінші топта РО, значит СО. Оған оттекті қоссақ, әрине СО2 шығады. Иә, мында екі реакциямыз тең. Енді бастапқы оксид деп отырған СО-ның концентрациясын 3 есе арттырды дейді. Сонда жылдамдықты табу үшін бізде СО-нікін арттырып тұр. Ал СО-ның алдында қандай коэффициент бар? 2. Біз оны не қылып аламыз? Дәреже қылып аламыз. Ал Тең енді екіде. концентрациясы нешеге тең? Тең екі. 3-ке. 3-тің квадраты нешені береді бізде? 9. Енді Тоғыз ар жақта есе неше? 9 есе не істейді оқушылар? Өседі. 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 Дұрыс жауап. Та. Жалпы. Түсінікті ме? Иә. Жақсы. Ағай түсінікті. 18. Құрамында 9-да 2 грамм натрий, 0,4 грамм сутек, 12-де 8 грамм күкірт және 25-де 6 грамм оттек бар қосылыстың несін тап дейді? Формуласын тап. Формуласы. Точно қай жауап бола алмайды оқушылар? Натрий 2SO3 бола алмайды. Натрий 2SO3 бола алмайды. Неге? Өйткені құрамында сутек жоқ. Дұрыс айтады, сутек жоқ және Т жауап. Натрий Майда. 2SO3. Құрамында сутек жоқ. Жоқ. Тоже сутек жоқ. Дальше. Енді әрі қарай біз назар аударайық. Түсінікті. Екеуінде де натрий мен сутектің саны не? Бірдей. Бірдей. Бірдей ағай. Бірдей. Сондықтан натрий мен сутекке акцент жасаудың керек жоқ. Бізде күкірт пен ненің саны әртүрлі? Оттек. Сондықтан давайте біз күкірттің 12-де 8-ді бөлейік 32-ге. Бұл қайдан шықты? Өйткені күкірттің MR. 32. 25-те 6-ны бөлейік нешеге? 16-ға. 16. Ал кімде калькулятор бар? Давайте бөлім береді. 12,8 бөлу 32 0,4 шығады. 0,4 ағай. 0,4 шығады. Әрі қарай И біреуінде 25-те 0,6 ағай. 6-ны бөлеміз 16-ға. 1,6. 1-де 6. 1,6. Енді екеуінде нешеге бөлуге болады? 0,4-ке. 0,4-ке. Ең кішісіне. 4-ке. Сонда 1-дің 4-ке қатынасында. 4-ке. Сонда күкіртте біреу болса, оттекте нешеу болу керек деген сөз? Төртеу. 4. 4-еу. 4-ке. Түсіндіңдер ғой, да? Натрий ашық. Иә, ағай түсінікті. С болады. Сондықтан да именно есепті шығарған кезде пысымыласын оқып есепті шығарып кете беруге болмайды. Бірінші варианттарды қарап талдау жасау керек. Талдау жасау арқылы сендер тез результатқа келесіңдер. Түсінікті ғой? Номер 19 сұрақ. Иә, ағай дұрыс. Белгісіз органикалық қосылыс жанғанда 13-те 2 грамм көмір қышқыл газы және 7-де 2 грамм не шықты дейді? Су шықты дейді. Сонда белгісіз зат құрамында көміртектің массалық үлесі. Енді 13-те 2-ні бөлеміз. Қараңдар, бізде көмір қышқыл газының несі беріліп тұр? Массасы беріліп тұр. Біз енді көмір қышқыл газының зат мөлшерін табайық. Ол үшін біз 13-те 2-ні бөлеміз нешеге? 44. 12. 44 ол көмір қышқыл газ СО2-ның малярлық массасы. Түсінікті деген ойда. 0,3. 44 сонда 0,3 дейді. Дұрыс айтады. Судыкін табамыз дәл солай H2O-нікін. Ол үшін 7-де 2-ні бөлеміз нешеге? 18-ге. 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 1,4 шығады. 0,4. Иә, 0,4 ағай. 0,4 0,4. шығады. Енді назар аударыңдар. Бізде көміртектен көміртек пен СО2-ның алдындағы сан 0,4, ал H2O-ның алдындағы сан қанша болып тұр? 0,4. Мынауымыз қате кетті ме? Мынауымыз 0,3, мынауымыз 0,4. 0,4. Екеуінде бүтін санға айналдыру үшін 10-ға көбейтейік. Сонда мына жерге неше қою керек деген сөз? 4 қою керек деген сөз. Мына жерге 3 қою керек деген сөз. Түсінікті ғой? Иә, ағай. Енді біз көміртек пен сутектің санын табайық. Сонда 1-ді 3-ке көбейтеміз. Сонда көміртекте неше бар? 3, Ал 8. сутектен 4-ті 2-ке көбейтеміз. 8. бар. Қайдан шыққан түсінікті ма? Иә, ағай. Түсінікті. Түсінікті. Енді бізге көміртектің үлесін тап дейді. Сонда 3-ті көбейтеміз 12-ке, бөлеміз 44-ке. 44 деген NO3H8-ның эмері. И шыққан санды неше пайызға көбейтеміз? 100-ге. 100-ге көбейтеміз. Түсінікті ғой? Иә, ағай. 81%. 81. 81,8. 81-де 8. 82 деп ала берейік, ағай. Ну, 81-де 8. 82 деп алғанмен де ондай вариант жоқ екен, иә? Иә. Ондай вариант жоқ. Значит, бұны бізден де хитрый адам құрастырған екен, иә? Давайте біз онда басқа амалын жасайық. Значит, бұның құрамында не бар деген сөз? Оттек бар деген сөз. Оттек. Иә, иә. Көмір қышқыл Оттек. газымен су түсіп тұр. Енді қараңдар. Біз AX, көміртектің X-і, сутектің Y-і,
оттектің несі бар деген сөз? Z бар деген сөз. Оған қосамыз оттекті, нәтижесінде көмір қышқыл газы және H2 не түсіледі? О түсіледі. О. Түсінікті ғой? Мынаның жерде неше грамм алынып тұр? 6 грамм алынып. Мынадан қанша 6 шығып грамм. тұр? 13-те 2 шығып тұр. 2. Мынада 7-де 2 шығып. 2. Түсінікті ғой? Енді 13-те 2-ге 7-де 2-ні қосайық, қанша шығады? Так, 13. 20-да 4. 20-да 4 шығады. Енді 20-да 4-тен 6-ны алып тастаймыз. Өйткені мынау екеуінде қосындысы неше болу керек? 20-да 4 болу керек. 19. 14-те 4 шығады. 14 14 14-те 4. 14. Енді 14-те 4-ті бөлеміз 32-ге. Түсінікті ғой? Қазір. Мынау 14-те 4-ті бөлеміз 0,45 32-ге. шықты. Ағай 0,45. 0,45. Мынау естерінде болса неше шықты? 0,3. Мынауымыз 0,3. естерінде болса 02. 0,4 шықты. Солаймыз. 04. Иә. Иә. Енді барлығын 0,005-ке бөлейік. Өйткені барлығы 0,005-ке бөлінеді ғой. Біреуінде 9 шығады ағай. Мына жерде 9 шығады. Иә. Мына жерде Біреуінде 6. 6. Мына жерде 8 шығады. Қазір. Иә. Солаймыз ба? Иә. Енді қараңдар. Иә. Енді біз әрі қарай не істейміз? Енді мына жерде көміртектің жалпы саны, сутектің жалпы саны нешеу? 16. Сутектің жалпы саны 16. Көміртектің жалпы саны 6. 6. Енді оттекті 6-ны 2-ге көбейтеміз. 12. 12. Оған қосамыз 8-ді. Солаймыз ба? 20. 20. А мына 9-ды 2-ге көбейтсек неше шығып тұр? 18. Сондықтан Екі мына жүз. жерде одан нешеу бар? 2. 18. Енді барлығы нешеге қысқартуға болады? 4. 2. 2-ге. Сонда С3 4-ке H8 қысқартамайсың ғой. O деген сөз. Түсінікті ғой? Иә. Сонда көміртектің үлесін табатын болсақ, біз 36-ны бөлеміз жаңа нешеге? 36 қошын 44-ке 60-қа бөлеміз. 0,6. көбейтеміз 100-ге. 60% шықты. Сонда 60%. Оқушылар бізді қазір шығарып жібереді, 10 минут үзілістен кейін қайттан қосыламыз. Өйткені зумның шектеуі бар. Түсінікті ғой да, не үшін оттегін қосып қойғанбыз? Иә, ағай түсінікті. Сұрақ бар ма? Жоқ, жоқ. Сұрақ жоқ. Онда 10 минут демалып алыңдар, сосын әрі қарай жалғастырамыз. Детский время. Жарайды ағай онда. Сіз демалыңыз.